Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айнұр Әлібекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаев «Менің атым Қожа» повесінен үзінді Сайбек қарттың әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Бағалау критерийі: көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын аша алады, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстыра алады, әдеби шығарманы түсініп оқып, алған әсерін сипаттап айта алады. Ой шақыру әдісі бұл жерде балалар өткен білімді қайталауға арналған сұрақтар. Бірінші сұрақ: менің атым Қожа хикаятындағы кейіпкерлер кімдер? Екінші сұрақ: не себепті сіз Қожаны тентек бала деп ойлайсыз? Үшінші сұрақ: алғашқы менің атым Қожа повесі қалай аталды? Төртінші сұрақ: алдыңғы сабақта қандай үзіндімен таныстық? Бесінші сұрақ: сол үзіндімен танысқанда қандай сезімде болдыңдар? Алтыншы сұрақ: Қожа неліктен петкеңеске түсті? Жарайсыңдар балалар, сұрақтарға дұрыс жауап берді деген ойдамын. Сайбек қарттың әңгімесі. Сайбек қарт мектеп күзетшісі. Ол Қожаның әкесі Қадырдың досы болған. Әкесі туралы көп білетін, әрі Қожаға ақыл айтқан кісі. Үзіндіні тыңдайық. Бұл кім? Мен ғой ата, мен Қожамын. Мұнда не ғып отырсың? Педсоветке келдім. Онда сенің не шаруаң бар? Мен жөнінде мәселе қарап жатыр. Сені мұғалім етеміз дей ме? Директор етеміз дейді. Онда тіптен жақсы, жалақың көп болады. Сайбек менің қасыма келіп отырды. Әй Қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Оған тартсаң директор түгіл, одан үлкен боласың, бірақ оған тартпағансың. Мен сенің әкеңе қарыздар адаммын. Менің мойнымда оның тиын емес, теңге емес, бақандай бір қарасы жүр. Қалай дейсің ғой? Міне былай. Алғаш колхоздасқан жылдың күзінде мен оның келіскен бір жорға күрең аты бар еді. Ол кезде жұрттың көбі қара жаяу. Соны диірменге мініп барып, сазға батырып, байқамай өлтіріп қойдым. Міне, басқа біреу болса, соны қыңқ еткізбестен төлетіп алар еді ғой. Ал Қадыр марқұмның кеңпейілдігі соншалық, сіз қасқып өлтірген жоқсыз ғой. Ажалы солай тура келген шығар деп үнсіз қоя салды. Міне, әкең осындай парасатты, ақылды жігіт еді ғой. Сайбек осыны айтты да, дәл ойланып барып, ал сен ғана емес-ау, қазіргі осы оқып жүрген балалар, көбің ақымақсың деді. Неге дейсің ғой? Ақымақ емей немене? Тәртіпті жүр, оқуыңды жақсы оқы, адам бол десе, сендер соның бәрін керісінше істейсіңдер. Міне балалар, Сайбек қарттың әңгімесі осылай болды. Енді неліктен сұрағына концептуалдық кесте арқылы мәтін мазмұнын түсіну. Дескриптор кейіпкердің іс-әрекетін біледі, үзіндінің тақырыбы мен идеясын анықтайды. Жаңағы оқыған мәтін үзінді бойынша сіздерге 4 сұрақ берілген. Сол 4 сұраққа жауап бересіздер. Қожа неліктен анасымен мектепке келді? Екінші сұрақ: неліктен Сайбек қарт Қожаның әкесіне қарыздар? Үшінші сұрақ: Қожаның әкесі неліктен Сайбек қарттан жорға күреңін құнын сұрамады? Төртінші сұрақ: неліктен Сайбек қарт Қожаға бұл әңгімені айтты деп ойлайсыздар? Жақсы балалар, сұраққа жауап берсеңіздер, өз жауаптарыңызды дұрыс жауаппен тексеріп көріңіздер. Бірінші сұрақтың жауабы: Қожаның тәртібіне байланысты петкеңес өткізілді. Екінші сұрақтың жауабы: әкесінің жорға күреңін абайсызда өлтіріп алуы себебінен сұрамады. Үшінші сұрақтың жауабы:
Қожаның әкесі өте жомарт, парасатты, кеңпейілді кісі болған. Төртінші сұрақтың жауабы қожаның тәртібіне, іс-әрекетіне көңілі толмағандықтан. Өте жақсы балалар. Келесі тапсырмамыз теріп алу стратегиясы. Төменде берілген сөздер бойынша кейіпкерлерді сипаттайсыздар. Яғни төменде сіздерде қожа мен жантас берілген. Осы сөздердің қожаға байланысты айтылған сөздерді жазасыздар, жантасқа байланысты айтылған сөздерді жантасқа жазасыздар, иә. Берілген сөздер сіздерде алғыр, пысық, өтірікші, ақылды, сотқар, тентек, мейірімді, қу, зымиян, шыдамсыз, тиянақсыз, әділетті, ақын, әзілқой, арамза, тапқыр, қателіктерін түсіне біледі, жағымсыз. Дескриптор берілген сөздерді қолданады, кейіпкерлерді сипаттайды. Өте жақсы балалар, енді дұрыс жауаппен өз жауаптарыңызды сәйкестендіріңіздер. Қожа бізде қандай бала болды? Қожа алғыр, пысық, ақылды, сотқар, тентек, мейірімді, әділетті, ақын болған, әзілқой, тапқыр, өз қателіктерін түсіне білген. Жантас өтірікші, қу, зымиян, шыдамсыз, тиянақсыз, арамза, жағымпаз болған екен балалар. Өте жақсы. Келесі тапсырма бізде сәйкестендір. Кестеде сіздерде үзінді берілген, сол үзіндіні қай кейіпкерлер айтқанын сәйкестендіресіз. Бірінші үзінді. Біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу, сабақ үстінде сыбырлап, сыпсыңдағыш, ол кім еді? Тауып сәйкестендіресіз. Екінші, біз екеуміз таныс шығармыз деймін. Үшінші, мен оқулық емес, қант аламын. Төртінші, мүмкін орныңа барып айтатын шығарсың. Бесінші үзінді, мен сенің әкеңе қарыздар адаммын. Менің мойныма оның тиыны емес, теңгесі емес, бақандай бір қарасы жүр. Алтыншы үзінді, келесі сабаққа қайсың бақа ұстап әкелесіңдер. Дескриптор кейіпкерлерді таниды, іс-әрекетін сәйкестендіреді. Жақсы балалар, кейіпкерлерді сәйкестендіріп болсаңыздар, дұрыс жауабымен тексереміз. Бірінші үзінді бұл жерде біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу, сабақ үстінде сыбырлап, сыпсыңдағыш, ол бізде жантас екен. Екінші, біз екеуміз таныс шығармыз деймін. Бұл Майқанова апайдың сөзі екен. Мен оқулық емес, қант аламын деген кім еді бізде балалар? Қожа, дұрыс айтасыңдар, иә? Дүкенге барған кезде айтқан. Мүмкін орныңа барып, айтатын шығарсың. Бұл Анфиса Михайловна апайдың сөзі. Мен сенің әкеңе қарыздар адаммын. Менің мойныма оның тиыны емес, теңгесі емес, бақандай бір қарасы жүр. Бұл кімнің сөзі балалар? Яғни бүгін өткен Сәйбек қарттың әңгімесінен алынған, иә? Соңғы келесі сабаққа қайсың бақа ұстап әкелесіңдер деп біз алдыңғы сабақтарда өткенбіз, иә, бақаның әлегі. Бұны Оспанов ағай айтқан екен. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы жауап бердіңіздер. Енді бізде төртінші тапсырма. Бұл жерде шығарма кейіпкерлерінің бірін таңдайсыздар. Кесте арқылы кейіпкердің шығармадағы әрекеттерін жазып, ол әрекеттердің қазіргі өмірде көрініс табуын өз сөзіңізбен талдайсыздар. Мен мына жерде мысал ретінде сіздерге қожаның сөзін алдым. Мейлі, біздің класс жетекшіміз Майқанова мені жамандай берсін, сотқар деп ұрыса берсін. Мен өзімнің көкейтесті арманымды, жанымның түкпірінде маздап жанған құпиямды жанарға бір жөні келгенде ақтарып айтып берсем, менің кім екенімді ол таныр еді. Енді қазіргі ұстаздармен салыстырсақ, қазіргі уақытта мұғалім мен оқушы арасында мұндай түсінбестік жоқ. Мұғалімдер оқушылардың білім алуы мен тәрбиесіне белсенді қатысып отырады.
Мұғалімдер оқушыларды жамандамайды, қатты ұрыспайды. Тек ненің дұрыс, ненің бұрыстығын түсінуге көмектеседі. Ата-аналар да мектеп жұмысына қатысады. Дескриптор бір кейіпкерге таңдау жасайды, шығармадан кейіпкердің әрекетіне таңдау жасап, кестеге орналастырады. Таңдаған әрекеттердің қазіргі өмірде көрінісіне дәлел келтіреді. Өздеріңіз бір кейіпкерді таңдап, сол кейіпкерді қазіргі өмірмен байланыстырасыздар. Өте жақсы, балалар, бұл тапсырманы да ойдағыдай орындады деп ойлаймын. Енді бүгінгі балалар сабағымызды қорытындыласақ, шығарма мазмұнын еске түсірдік, шығарма кейіпкерінің образын аштық, шығарма кейіпкерлерін шынайы өмірмен салыстырып баға бердік. Кері байланыс 3Q стратегиясы. Бүгінгі сабақта не қызық болды сіздерге? Бүгінгі сабақта не қиындық келтірді? Бүгінгі сабақта не қажет болды? Осы 3Q стратегиясын жазып, маған кері байланысты жіберіңіздер. Үйге тапсырма менің атым Қожа повесінен түбінде адам болатын бала үзіндісін оқып, мазмұнын айту. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.